إمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ومعلوم أن من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنها على قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ المعروفة. Енді бізге белгілі болған нәрсені қай кезде имам немесе бір ғалым қойған ережелерге сай келген бір мәселеге жауап бере алады, егер де оның ілімі сол мәселеде жоғары деңгейде болса ғана. Яғни имам Ахмадтың рахмахулла келген сұрақтарға пәтуа бере алуы, қалай келді сол бойда оған пәтуа шығара алуы, соның үкімін толықтай қоя білуі, оның нені білдіреді? Оның сол мәселеде қойған фихты толықтай зерттегендігін және жоғары деңгейде екендігін білдіреді деді. Ол адамды, ол кез келген адам ол нәрсені істей алмайды деді. ومن هنا قال عنه أبو ثور. إمام أبو ثور айтады, имам Ахмад жайында: كان أحمد إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه أو كما قال. Абу Саур айтады, имам Ахмад егер де соған бір мәселе қойылатын болса, сұрақ қойылатын болса, оған не дейді? Бүкіл дүниенің ілімі көз алдында тұрған секілді елестейтін болған деді. Бүкіл ілім көз алдында тұратын болған деді. Сөйтіп не істейді? Пәтуа беретін болған деді. ولا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علما. Yani қандай да бір сүннетті, бір хадисті зерттейтін болсақ, имам Ахмад ол жайында білген деді. وكان من أشد الناس اتباعا لسنة إذا صحت ولم يعارضها معارض قوي. және де имам Ахмадтан сүннетке еруші адамдардың ішінде қатты еруші болған имам Ахмад деді. Одан бір сондай қатты сүннетке ғашық болған және де сүннетке толықтай ерген адамды көрмедік деді. Және де қай кезде егер де сүннет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сенімді жолмен келген болса ғана деді. وإنما ترك الأخذ بما لم يصح وبما عارضه معارض قوي جدا. Қай кезде имам Ахмад, және бұл кез келген ғалымның ұстанымы, бір хадисті тәрк етеді егер де оның жолы әлсіз болатын болса, сахих емес болатын болса, немесе сахих болу мүмкін, немесе одан басқа бір сахих риуаят қарама қайшы келетін болса, ол кезде оны тастайды. Бұл кез келген имамның, ғалымның ұстанымы. Бұл да имам Ахмадта сондай болған деді. وكان السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم بزمن النبوة وكثرة ممارستهم لكلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعرفون الأحاديث الشاذة التي لا يعمل بها. Сол секілді сахабалар секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманына өте жақын болғандықтан, егер де бір риуаят шаз болатын болса, шаз деген яғни амал етілмейтін, тасталынатын болса, оны не істейтін болған? Тастайтын болған. Неге? Өйткені олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытына жақын болғандықтан, олар оның барлығын жақсы білетін болған. Не істейтін болған? Ол риуаят келіп тұрса да, бірақта да сахабалар немесе табииндер қандай амалда болды, соны жасайтын болған. Және де олар нені білді? Олардан кейінгі адамдар ол мәселеде білмеген нәрселерді олар жақсы білді. Өйткені олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жақын адамдар болды және уақыт жағынан да жақын еді. Неге? Өйткені одан кейінгі келген адамдар оларға сүннет немесе хадис деген нәрсе тек қана кітап ретінде келді. Ал табииндер немесе сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көрген адамдар болғандықтан және сол заманда өмір сүргендіктен олар не? Қай хадиспен амал етуге болады, болмайды, соның барлығын жақсы білді деді. إذا فهمت هذا وعلمته فهذه نصيحة لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام أوديها إليك خالصة لوجه الله تعالى. Енді осы нәрсені түсіндің, білдің бе, құрметті талиб деді, құрметті ілім ізденуші, саған Алла үшін саған насихат қылам деді. فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой, мұсылман адам толық иман келтірген болып есептелінбейді, өзіне қалаған нәрсені басқа бауырына қаламайынша. Сол үшін де саған да сол нәрсені қалайым деді. Өзіме қалаған нәрсені саған да қалайым. Сол үшін де саған айтам деді. إياك ثم إياك أن تحدث نفسك أنك قد اطلعت على ما لم يطلع عليه هذا الإمام. Сені қайтарам деді. Имам Ахмад жетпеген деңгейге сен жеттің деп ойлама дейді ешқашан.
Яғни бұл тек қана имам Ахмад емес, кез келген мазхаб иелері имам Абу Ханифа жетпеген нәрсеге мен жеттім деп ойлама деп жатыр. Өзіне былай айтқанда көп алып қойма деп жатыр. Өте сондай білімді болып кеттім деп ойлама өзіңді. Сен бейшарасың, сен әлі сондай бір төменгі деңгейдесің. ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه هذا الذي ظهر فضل فهمه على من بعده من أولي الأفهام. Яғни олар жетпеген нәрсеге мен жетіп қойдым деп ойлама деп жатыр. Яғни олар түсінбеген нәрсені мен түсініп қойдым деп ойлама деп жатыр. Бұны Ибн Раджаб аль-Хамбали рахмаллах бізге айтып жатыр, жаны ашып айтып жатыр. Неге? Өйткені қазір сондай адамдар кездеседі. Бір хадисті айтады, енді Абу Ханифа рахмаллах амал еткен жоқ қой десең, сонда ол Абу Ханифа оған жетпей қойған ғой дейді. Яғни оған хадис жетпей қалды деген секілді. Субханалла, оны имам Ибн Раджаб аль-Хамбали рахмаллах айтып жатыр. Ол нәрсеге ондай ойға ешқашан барма деп жатыр. Яғни бауырым деп жатыр. Ілім ізденуші бауырым. Ондай деңгейге жетпе. Өйтіп адам, яғни шайтан ондай саған ой салмасын деп жатыр. Яғни бір хадисті амал етіп жатқан кезде, ол сонда Абу Ханифа қарсы шықты ғой дейтін болса, ол Абу Ханифаға жетпей қалған ғой деген сияқты. Қазір адамдар сондай нәрсені айтып жатыр да, ал имам айтып жатыр, ондай нәрсеге барма ешқашан деп жатыр. وَلْتَكُنْ هِمَّتُكَ كُلُّهَا مَجْمُوعَةً عَلَى فَهْمِ مَا أَشَرَ إِلَيْهِ وَتَعَلُّمٍ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى وَجْهِ الَّذِي سَبَقَ شَرْحُهُ деді. Және де сенің бүкіл күш жігерін не нәрседе болу керек? Жаңағы Құран сүннетті үйренумен, және де осы имамдарымыз үйреткен секілді болу керек. ثم بعد ذلك ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل العلم من مسائل الإسلام. Одан кейін не болу керек? Адамның бүкіл күш жігері осы имамдарымыз бізге қалай түсіндірді, солардың шығарған үкімдерін біз үйренуіміз керек. Яғни, мысалы, Ханафиміз бе, Ханафи мазхабының негіздерін үйренуіміз керек. Яғни, усул фиқ секілді немесе қауаидул ислам секілді, қауаидул фиқия секілді сол нәрсені жақсы меңгеруіміз керек. أعني مسائل الحلال والحرام وفي علم الآفاق أعني مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو العلم المسمى في الاصطلاح كثير من العلماء بعلم السنة دеді. Яғни не нәрсе? Яғни харам, халал мәселесі, немесе афақ ілімі дейді. Ол нәрсеге Аллаға иман келтіру, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қиямет күніне секілді имандарды мұсылман адам жақсы үйрену керек. Яғни адам ақидасын білу керек деді. Яғни оны көптеген ғалымдарымыз оны илму сунна деп атаған деді. Файна хазал имама кана ғаятан фи хазал илм. Имам Ахмад болатын болса, осы ілімдердің барлығын толық меңгерген адам. Вақад имтахана би сабаби масаили минху ва сабара лиллахи аля тилкал михна деді. Және де имам Ахмад осы мәселеде жақсы деңгейде білді, және де сол себепті көптеген сынаққа душар болды. Білеміз, яғни имам Ахмадтың кезінде Муътазила деген топ өте қатты күш қуатқа ие болды. Сол себепті имам Ахмад соның себебінен үлкен бір сынаққа душар болды. Яғни дүре соғылды, түрмеге қамалды деген секілді. Бірақ та Алла үшін не істеді? Сабырлық етті. وَرَضِيَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ بِقَوْلِهِ الَّذِي قَالَهُ وَمَقَامَهُ الَّذِي قَامَهُ وَشَهِدُوا أَنَّهُ إِمَامُ السُنَّةِ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَكَفَرَ النَّاسُ. Және де бүкіл үммет бір ауыздан келісті оның айтқан сөзіне, және де ұстанған ұстанымы дұрыс ұстаным екендігіне. Яғни ол өз көзқарасынан қайтқан жоқ, және де айтады ләуләху ләкафаран нас деді. Егер де имам Ахмад сол кезде сол әхлі суннаның ұстанымын ұстанып сонына дейін тұрып бермеген кезде көптеген адамдар кәпір болып кетер еді деді. Сол бір имамның өзі не істеді? Бүкіл үмметтің ақидасын сақтап қалды деді. Яғни Құран жаратылған ба, жаратылмаған емес пе мәселесінде бізде Муътазиламен талас бар. Олар жаратылған деді, ал имам Ахмад болатын болса жаратылған жоқ деп соңына дейін тұрып берді. Соңына дейін шыдап берді осы емтихандан. Соның өзінде не істеді? Сол себепті көптеген адамдардың ақидасын сақтап қалды, көптеген адамдардың діннен шығып кетуінен аман есен алып қалды. Сол үшін не істеді? Сабырлық қылып берді деді.